Пиковая дама, приди. Бұл ойынды ойнағандар айнаға қайта қарай алмай қалған. Түнгі 00-де бір сөзді айтсаң, ол келеді. Біз жай ғана аңыз деп ойладық, бірақ бір досымыз жоғалып кетті. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Бұл оқиға бәрі қорқынышты деп саналатын нәрсеге сенбейтін кезімде басталды. Біз 4 дос едік. Мен, Айдос, Дамир, Алина және Ержан. Университеттің ескі жатақханасында тұратынбыз. Қысқы түн, терезе сыртында жел ысқырып, қар әйнекке ұрылып тұрды. Пиковая даманы шақырып көрейік пе, деді Алина сыбырлап. Бұл сөзді естігенде бөлме іші бір сәтке суып кеткендей болды. Балалық шақтан естейтін аңыз ғой. Түн ортасында айнаға қарап, шам жағып, оны 3 рет шақырсаң, ол келеді. Ал келген соң ешкім бұрынғыдай болмайды. Бос әңгіме, деді Ержан күліп. Ештеңе болмайды. Бірақ неге екенін білмеймін, ішімде бір мазасыздық пайда болды. Дегенмен қызығушылық женді. Түнгі сағат 00. Бөлмедегі жарықты сөндірдік. Тек бір ғана ақ шам қалды. Айна ескі, жарылған, жатақхананың жуынатын бөлмесінен әкелінген. Айна алдында отырып шамды дәл ортасына қойдық. Терезе жабық, есік құлыптаулы. Ережені бұзсаңдар, бәрі бітті, деді Алина. Біз үнсіз бас изедік. Шамның жалыны дірілдеп тұрды. Айнадағы бейнеміз анық емес, көлеңке сияқты. Бастаймыз, дедім мен. Бәріміз бірде айнаға қарап, пиковая дама кел, пиковая дама кел, пиковая дама кел. 3-ші рет айтқанда шамның жалыны кенет ұзарып, қара түске айналды. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кетті. Құлақта біреудің тынысы естілгендей, айнада алдымен ештеңе болған жоқ. Сосын менің бейнемнің артында қара дақ пайда болды. Көріп тұрсыңдар ма, дедім сыбырлап. Алина көзін тайдырмай тұрды. Ержан жұтынып қалды. Ал Дамир, ол күліп жіберді. Мынау біздің елес қана. Сол сәтте айнадағы бейне жылжыды. Айнадан әйел бейнесі анық көріне бастады. Ұзын, қара көйлек, беті ағарған, көздері жоқ сияқты, тек қара қуыс. Ол бізге емес, тікелей маған қарап тұрды. Еріндері қозғалды, бірақ дауысы жоқ. Бір сәттен кейін ғана сыбыр естілді. Сен шақырдың. Шам сөніп қалды. Қараңғылықта айнадан тырсылдаған дыбыс шықты. Әйнек ішіне біреу тырнап жатқандай. Жетеді, тоқтатайық, деп айқайлады Алина. Бірақ кеш еді. Жарықты жаққанда бәрі бұрынғыдай көрінді. Айнада, шамда орнында, бірақ Ержан жоқ еді. Есікті аштық, дәліз бос. Телефон шалды, өшірулі. Тек айнада бір өзгеріс бар еді. Оның бұрышында қара жүрек белгісі пайда болған. Сол түні біз ұйықтай алмадық. Келесі күндері бірінен соң бірі жаман нәрселер бола бастады. Алина түнде айнадан өзін емес, әлгі әйелді көретінін айтты. Дамирдің қолында аяқ астынан қара күйік іздері пайда болды. Ал мен әр түн сайын сыбыр естейтін болдым. Келесі кезек Ержанның денесін 3 күннен кейін тапты. Беті қап-қара болып кеткен, көздері айнадай жылтыр еді. Дәрігерлер себебін таба алмады. Біз бұл тақырыпты ешқашан қозғамаймыз деп келістік. Айна сындырылып лақтырылды, бірақ ол кетпеді. Қазір бұл оқиғаны жазып отырғанымда бөлмеде айна жоқ. Сонда да экранның қара бетінде біреу қозғалып тұрғандай.
ал кейде түн ортасында дәл нөл-нөлде бір ғана сыбыр естимін. Пиковая дама, кел. Егер сен бұл видеоны түнде қарап отырсаң, айнаға қарама. Ол сені әлде қашан көріп қойған болуы мүмкін. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.